мысалы мынандай нәрсе бар, аяттарды Құранда қарасақ, ар-риджалу қауамуна аля ниса деген. Ер адамдар әйел адамдардан жоғары тұрады. Қауам деген сөз бақылайды оны, қарайды, тәрбиелейді, бағады, киіндіреді, түсіндіңіз ба? Жауапкершілік, жауап ала алады одан. Енді мына нәрсені қараңыздар, Хасан аль-Басри айтып отыр осы кісі қайтадан. Әл-муъмину қауамун аля нафсихи. Муъмин дейді, өзінің жанына солай қарайды дейді. Қараңдар. Өзінің жанына солай қарады, жауап алады одан, жазғырады оны, керек болса жазалап алады. Түсіндіңіз бе қандай мәселе? Мысалы жазалап алады деген не? Артық көп сөйлеп қойдыңыз бүгін, мысалы. Ертең ораза ұстай салдыңыз дегендей, яғни дүйсенбі. Сіздің оразаңыздың өзі тек қана жаңағы сүннет деген мағынамен байланыспаған ол. Сіздің ол оразаңыз үлкен мағынада істеліп жатқан ол. Ол сүннеттік оның тек дүйсенбіде ұстап жатқан көрініп тұрсыз деп. Бірақ жүрегіңде болып жатқан нәрсе, кешегі артық күлгенің үшін ұстап жүрсің. Түсіндіңіз ба? Өзіңнің жаныңды тәрбиелеп жатсың. Кеше күліп қойғандығы үшін көп. Міне сондықтан ол кісі айтады. Әл-муъмину қауамун аля нафсихи. Муъмин деген дейді өзінің жанының бақылайды оны, қадағалайды оны, есептейді оны, жауап алады одан дейді. Біз мысалы әйеліңіз бір нәрсені дұрыс істемей қалса, балаңыз бір нәрсені дұрыс істемей қалса, қалай болады күйіңіз? Ол кезде сізден артық шындықты сүйетін адам жоқ. Бергелей, сен не істедің? Бұрышқа тұр. Бар ғой нәрсе, жоқ емес қой. Керек болса салып жібереді біреу қамшымен дегендей мәселе. Керек болса біраз күн тиын бермей қою мүмкін мектепке барарда. Ал өзіңе қашан істедің ондай нәрсені? Сен ешқашан істемейсің оны өзіңе. Неге? Өйткені сен бейкүнәсің. Көрдіңіз ба? Неге? Өйткені қияметке деген теория бар бізде. Имани тұрғыдан сенеміз, хақ. Бірақ жүрек байланбаған әлі ол нәрсемен да. Ал жүрек байланса, не дейді Алла Тағала? Өзін өзі жазғырып жатқан жанмен де ант етем дейді. Ол жан өте қастерлі болып тұр мұсылманға қатысты. Өзін өзі жазғыратын жанмен ант етемін дейді.